Армысыздар. Алау телеарнасында көкейте сұхбат хабарының кезекті саны. Әділет департаменті мемлекеттік қызметті құқықтық тұрғыдан қамтуды жоғары кәсіби деңгейде жүзеге асырып келеді. Еліміздің заңнамаларын дайындауды әділет органдарының орны ерекше. Жалпы әділет органдарының атқаратын қызметі әділет органдары туралы заңмен реттеліп, халыққа қызметтің барлық түрі құқықтық салада жүзеге асырылуынан белгілі. Бүгін хабарда солардың кейбір жайында сөз қозғайтын боламыз. Ал студия қонағын өздеріңізге таныстыратын болсам, бүгін біздің студияда Қостанай облысы әділет департаментінің бас маманы Абылай Таңатханұлы Дәрке болып отыр. Қош келіпсіз. Абылай Таңатханұлы, алғашқы сауалым өзіңізге жолдар. Жалпы қазіргі таңда әділет органдарында көрсетілетін қызметтердің қай саласы маңызды болып табылады? Әңгімені өзіңізден бастасақ. Сәлеметсіздер. Яғни Қостанай облысы әділет департаментінде қай мемлекеттік қызмет болса, әрбіреуі маңызды болып табылады. Яғни бүгінгі таңда Қостанай әділет департаменті 11 мемлекеттік мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асырады. Яғни бұл біріншіден айтсақ, заңды тұлғаларды тіркеу, оның филиалдар мен өкілдіктер есептік тіркеу, заңды тұлғаларды қайта тіркеу, олардың филиалдар мен өкілдіктер есептік қайта тіркеу, және коммерциялық жеке кәсіпкерлік субъектілер жатпайтын заңды тұлғалардың құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістерді тіркеу мемлекеттік қызметі бар. Сонымен қатар заңды тұлғалардың таратылуын тіркеу және филиалдар мен өкілдіктер есептік тіркеуден шығару мемлекеттік қызмет көрсету болып табылады. Сонымен қатар заңды тұлғалардың филиалдар мен өкілдіктерін атауын өзектендіру мемлекеттік қызмет көрсетуі бар. Сонымен қатар жеке сот орындаушы қызметпен айналысатын үміткерлерді адамдарды аттестациядан өткізу. Сонымен қатар өндіріп алушының өтініші бойынша атқарылу құжаттың негізінде атқарылу іс жүргізуді қорғау мемлекеттік қызмет көрсетуі бар. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының әділет органдарының және азаматтық қал актілерін тіркеу және өзге де мемлекеттік органдарының сондай-ақ шығатын ресми құжаттарға апостиль қою мемлекеттік қызмет көрсетуі бар. Сонымен қатар адвокаттық қызметпен айналысу үміткер адамдарды аттестаттау өткізу мемлекеттік және соңғы нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер тұлғаларды аттестаттау жүргізу мемлекеттік қызмет көрсетуі табылады. Яғни бүгінгі таңда 11 мемлекеттік қызметті жүргізу болып табылады. Яғни әр саласы маңызды болып табылады. Түсінікті. Абылай Таңатханұлы, сонда бұл жерде жылжымайтын мүлікті тіркеу сіздерде жүзеге асырыла ма? Ол жылжымайтын мүлік, оның маңыздылығы неде бүгінгі күнде? Енді жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу 2018 жылға дейін әділет органдарының қарамағында болды. Яғни әділет органдары жүзеге асырылды. Яғни 2018 жылғы 24 мамырдағы заң бойынша өзгертулер енгізіліп тұрып, қазіргі таңда бұл жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеуді азаматқа арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы жүзеге асырылады. Яғни жылжымайтын мүлікті тіркеу бұл азаматтық кодексі 118 бабында нормалар айқындалған. Сонымен қатар жылжымайтын мүліктер мемлекеттік құқық туралы заңмен бұлардың міндеттері, тоқтатылуы, пайда болуы, мақсатты міндеттері, негіздері айқындалған. Яғни бұл жылжымайтын мүлікті айтқан кезде маңызы, яғни меншік құқығын заңды түрде бекітіледі. Яғни жылжымайтын мүлік меншік құқығының пайда болуы болсын, ауысуы болсын, тоқтатылуы ресми түрде тіркеледі. Сонымен қатар бұл құқықтарды қорғауды қамтамасыз етеді. Яғни меншік иелік құқықтары мен мемлекет тарапынан қорғалады және дала жағдайларда дәлел ретінде қолданылады. Сонымен қатар бүгінгі таңда алаяқтық көп нәрсе пайда болып кетті. Сол алаяқтың алдын алу болып табылады. Яғни бір мүлікті бірнеше адам сатуға немесе құқықтарды заңсыз иеленуге мүмкіндігі болмайды. Яғни қысқаша қорыта айтқан кезде жылжымайтын мүлікті тіркеу меншік құқығын ресми тануға, оны қорғауға және мүлікпен жасалатын мәмілелердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қажет болып табылады. Түсінікті. Ал енді мынау мемлекеттік қызмет көрсетуде бүгінгі күнде қандай жеңілдіктер қарастырылған? Мемлекеттік қызметті көрсетуде бүгінгі таңда қазір көптеген мемлекеттік қызметтер қағаз түрінен цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын дамыту аясында көптеген мемлекеттік қызмет көрсетулер электрондық форматқа көшті. Яғни бүгінгі таңда әрбір өтініш беруші заңды тұлғаның ешқандай кеңселерге бармай-ақ үйде отырып, болмаса кеңседе отырып, электрондық үкімет порталы арқылы заңды тұлғаларды тіркеуге, оған қандай да басқа да өзгерістер енгізуді жолдарын сондай жеңілдіктер қарастырылды. Сонымен қатар мысалы айтып отырсақ, қоғамдық бірлестіктер тіркеу кезінде бұрындары 10 мүшелердің құру болатын. Қазіргі таңда бұл 10 адамнан 3 адамға азайды қазіргі таңда.
көптеген жеңілдіктер осындай электронды форматқа ауысып көптеген жеңілдіктер қарастырылып отыр. Сонымен қатар бір мысал айтса, заңды тұлғаны тоқтатылып өлтірген кезде бұрындары мөрді жою жөніндегі құжат талап етілетін. Бұл құжат тоже алып тасталды қазіргі таңда. Ал жоғарыда айтылған жылжымайтын мүлікке байланысты тағы да бір оралсақ, жалпы осы жылжымайтын мүлікке байланысты басқа да бір сұрақтар туындап жатса, қайда баруға болады біздің көрермендерге мысалы? Сұрақ орында. Яғни басында айтып өттім, жылжымайтын мүлікті тіркеуді қазір азаматтардың мемлекеттік органдар жүзеге асырады. Ал бірақ осы мемлекеттік осы жылжымайтын мүлік құқықтарды тіркеу саласы тіркеуші органның қызметі бақылауды әділет органдары жүзеге асырады. Егер де қандай да сұрақтар туындап, жылжымайтын мүлікті тіркеу кезінде тіркеуші органдардың тіркеу барысындағы заңдылықтарына келіспеген жағдайда, заңсыз деп таныған жағдайда біздің әділет органдарына келіп өтініш жазуға, біз сол өтініштің негізінде кәсіпкерлік кодекстің негізге ала отырып, тіркеуші органға жоспардан тыс бақылау жүргізуді жүзеге асырамыз біз. Ал енді мынау заңды тұлғалар тіркеу қандай мерзімде өткізіледі? Енді заңды тұлғалар салаларды тіркеу мерзімі, яғни Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларды тіркеу және филиалдар өкілдік есеп тіркеу туралы заңы бар. Осы заң бойынша заңды тұлғаларды тіркеу 5 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады, өтініш берілген күннен бастап. Ал саяси партияларды тіркеу ол 1 ай мерзім ішінде қаралады. Түсінікті. Құрметті көрермендер, тағы да естеріңізге саламын, бүгінгі біздің студия қонағы Қостанай облысы әділет департаментінің бас маманы Абылай Танытханұлы Дәрке болып отыр. Абылай Танытханұлы, жалпы мынау, ал енді осы заңды тұлғаларды 5 күн ішінде тіркедік дедік, енді осы олар тарату қалай жүзеге асырылады? Енді заңды тұлғаларды тарату, бұларды 5 жұмыс күні жүзеге асырылады, бірақ бұлар заңды тұлғаны тарату үшін ең бірінші бұл да электрондық үкімет порталы арқылы өтініш беруге, болмаса халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы өтініш беруге болады. Бұлардың мерзімдері 5 жұмыс күні ішінде. Егер халыққа қызмет орталықтары арқылы өтініш берген кезде әділет министрлігі белгілеген бойынша өтініш береді. Сонымен қатар республикалық басылымдарда жарияланатын газетке хабарландыру береді. Сонымен қатар мемлекеттік алым төлейді. Мысалы айтып отырсақ, мемлекеттік мекемелер заңды тұлғаның тоқтатылуы бойынша 1 айлық есеп көрсеткіш құраса, ал қоғамдық бірлестіктер, басқа да қорлар, мемлекеттік ұйымдастырылатын мекемелер 6,5 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Яғни бұл біріншіден өтініш беруші газетке республикалық жарияланған газетте берілген сәтте шыққан күннен 2 айдан кейін барып қана өтініш беріледі. Өткен газеттің мерзімі 2 ай мерзім өту керек. Яғни алдын ала осы жабыламыз деп, таратылады деп жазады. Шешім қабылдайды. Шешім қабылдаған баспасөз мәсілімдеріне ақпарат жариялайды. Одан өздерінің салық органдарының есептілігі бар жабу жөнінде. Бәрі сол бүкіл процедура өтіп, содан кейін газетте мерзім 2 ай өткеннен кейін халық қызмет орталықтары арқылы, немесе электронды үкімет порталы арқылы өтініш беріледі. Яғни өтініш түскен күннен бастап жабу 5 жұмыс күні құрайды. Түсінікті. Енді заңды тұлғаны тарату, жалпы қандай жағдайда заңды тұлғаның құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістерді мемлекет тіркеуден өткізу керек? Яғни заңды тұлғаларды мемлекет тіркеу, филиалдар өкілдік есеп тіркеу туралы заңына сәйкес 14-те бір заңмен қаралған. Яғни бұл 2 жағдайда өзгерістер мен толықтыру енгізіледі. Бірінші, жарғыны немесе ережені жаңа редакцияда қабылданған жағдайда өзгерістер енгізіледі. Сонымен қатар екінші, бұл заңды тұлғаның заңды мекен-жайына өзгерткен жағдайда өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі. Түсінікті. Ал енді қараңызшы, жалпы заңды тұлғаның мекен-жайының өзгеруіне байланысты бүгінгі күнде қоғамдық бірлестіктер олар орындарын өзгертіп жатады. Сондықтан осы заңды тұлғалар дерек қорына өзгертулерді енгізу үшін қандай құжаттар қолдарында болуы керек? Яғни заңды тұлғалардың өзгерістер енгізу, айтып өттім, 2 негіз бойынша енгізіледі. Егер де ережені жарғыны жаңа редакцияда қабылданған жағдайда, шешім қабылданған орган өзгерістер енгізу туралы шешім қабылданған органның шешімі қажет. Сонымен қатар 2 данада жаңа қабылданған жарғының немесе ереженің 2 данада ережесі немесе жарғысын ұсынылады.
яғни мемлекеттік мекемелерден басқа заңды тұлғалар электронды үкімет порталы арқылы өтініш бере алады. Екінші, егер де мекен жайы өзгерген жағдайда бұл жөнінде егер меншік иесі заңды тұлға болған жағдайда заңды тұлғаның келісімін договор аренда дейді, келісім шарт ұсынылады. Ал егер де үйдің иесі жеке тұлға болған жағдайда бұл нотариалдық келісім қажет болады. Осы құжаттарды арқылы бізге өтініш беріледі. Енді қандай мезгілдің ішінде осы заң тұлға сіздерді мекен-жайының өзгеру туралы хабарландыру керек? Қандай да бір айдың аралықта? Заңды тұлғаның мекен-жайын өзгерту бойынша шешім қабылданғаннан кейін бір айдың ішінде заңды тұлғаның мекен-жайын өзгерту бойынша әділет органдарына өтініш беру қажет бір айдың ішінде. Егер де бір айдан асып кеткен жағдайда өтініш берілген жағдайда әділет органдары Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы 466 бабы бар. Сол бойынша әкімшілік жауаптылық табылады. Біз оларды әкімшілік жауапқа тарту бойынша хаттама толтырамыз. Яғни мысалы биылғы жылы атап өтер болсақ, биылғы жылы заңды мекен-жайының уақытында хабарламаған үшін мерзімнің өтуіне байланысты биыл 7 әкімшілік іс қозғап, барлық заңды тұлғаларға ескерту түрінде жаза берілді. Егер де бір айдың ішінде 466 баптың әкімшілік заңды мекен-жайы өзгеру бойынша қайталанған жағдайда ол кісілерге айыппұл салынады. Ал бұл жағдайды сіздер қайдан біліп отырасыздар? Мысалы, ол мекен-жайын өзгерген олар алдан берілген кезде шешім шығарған уақытымен біз есептейміз. Шешім шығарған, өйткені біз әрбір хаттамада болсын, қаулыда болсын, әрбір шешім шығарған органдар біреу хаттама шығарады, біреу бұйрық шығаруы мүмкін, біреу хаттама туралы сол хаттаманың уақытын біз қараймыз. Түсінікті. Ал енді әділет департаментінен сіздермен халыққа құқықтық түсіндіру жұмыстары өткізіле ме? Қай жерлерде сіздер кездесулер ұйымдастырасыздар? Қазақстан Республикасының әділет органдары туралы заңына сәйкес, әділет органдары міндеттерінің бірі бұл заң көмегін ұйымдастыру және көрсету және құқықтық насихатты қамтамасыз ету болып табылады. Яғни биылғы ағымдағы жылы 6 айында, яғни бірінші жаршылдық бойынша көптеген іс-шаралар, көптеген халыққа түсіндіру жұмыстары жүргізіліп өтті. Яғни бұл тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Қандай да бір заңға өзгерістер болсын, қандай да елімізде болып жатқан саяси реформалар болсын, осы сала бойынша әділет органдары тұрақты түрде құқықтық түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Яғни биыл 6 айдың ішінде атап өтсек, әділет органдары қызметкерлерімен теледидарда сөз сөйлеу 45 сөз сөйленді, сонымен қатар радиода 5 сөз сөйледі, сонымен газетке 40 мақала шықты. Сонымен қатар әділет кеңес береді акциясы бойынша 17 іс-шара өткізілді. Сонымен қатар әрбір салалар бойынша 32 семинар өтті. Сонымен қатар 19 дөңгелек үстел өткізілді. Сонымен қатар дәрістер 30 дәріс өткізді, брифинг 2 брифинг өткізді. Сонымен қатар аудандық селоларға, қашықтық нелерге селоларға 6 іс-шара болып, соларға бару үшін 6 іс-шара өткізілді. Сонымен қатар азаматтарды қабылдау департамент басшысының орынбасарларымен, бөлім басшыларымен 12 азаматтарды қабылдау өткізілді. Сонымен қатар өзіміздің әділет департаментінің әлеуметтік желілері бар, Facebook және Instagram сияқты әділет департаментінің өзінің сайты бар. Соған 350 ақпарат жарияланды. Осындай кездесулер, осындай ақпаратты жариялау сонда қандай тақырыптарды сіздер көбірек қозғайсыздар түсіндіру барысында? Бүгінгі таңда заң және тәртіп идеологиясы іске асыру шеңбері жүріп жатыр. Сол бойынша өзіміз әділет органдарының қандай да бір саласы бойынша өзгерістер болған жағдайда сол бойынша түсініктер беріп отырамыз. Мысалы, былтырлары меншік тұтыну корпоративтері бойынша заңына өзгерістер енгізіліп, яғни осы шілденің ортасына шейін олар қайта тіркеуден өткізу бойынша заң қабылданды. Бүгінгі таңда осы қайта тіркеу процестері жүріп жатыр. Былтыр осы заң қабылданғаннан бастап, осы қайта тіркеу мерзімдері, қайта тіркеу тәртібі, қандай әділет органдары ұсынылады, қандай құжаттар тізбесі бойынша көптеген іс-шаралар өткізілді. Яғни газеттер мақалалар берілді, тікелей эфирлер жүргізілді, брифингтер өткізілді. Көптеген түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Қайта тіркеу не үшін қажет? Оның маңыздылығы неде? Қайта тіркеу
бұл егер де атау өзгерген жағдайда қайта тіркеуге жатады. Яғни тағы да бір айтып өтейін, заңды тұлғаларды тіркеу коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар болып бөлінеді. Қазіргі таңда әділет органдары коммерциялық емес ұйымдарды тіркеу жүзеге асырады. Ал коммерциялық ұйымдарды тіркеу бұл азаматқа арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы жүзеге асырады. Ал коммерциялық емес сонда сіздер арқылы тіркелу? Коммерциялық емес ұйымдар, яғни коммерциялық ұйымдарға бұлар мемлекеттік мекемелер, үкіметтік емес ұйымдар, яғни қоғамдық қорлар болсын, қоғамдық бірлестіктер, мекемелер, сол сияқты коммерциялық емес ұйымдар жатады. Ал жауапкершілігі шектеулі серіктестік, акционерлік қоғамдар, өндірістік корпоративтер, бұлар коммерциялық ұйымдар жатады да, бұлар тіркеу жүзеге асыруда азаматтар үкімет мемлекеттік корпорация жүзеге асырады. Жалпы әділет департаментінің халықтың өміріндегі ең маңызды, яғни көрсететін қызметі қандай деп ойлайсыз сіз осы? Бұл жерде ешқандай бөліп жаратын мемлекеттік қызмет жоқ, өйткені әрбір қызмет, әрбір мемлекеттік көрсететін қызмет әрбір халық үшін, халықтың мүдделерін қорғау, халықтың мүдделерін ескеру, халықтың пайдасы жақтарын ескеру, соған арналған әрбір мемлекеттік қызмет сол болып табылады. Бұл ешқандай бөліп жаратын, әрбір мемлекеттік қызмет бәрібір маңызды болып есептеледі. Біздің республикалық цифрландыру үрдісінің сіздердің қызметтеріңізге жеңілдігін тигізді ме? Көптеген жеңілдіктер тигізді. Мысалы, бұрындары әрбір мекемелер болсын, әрбір өтініш берушілер болсын, қағаз жүзінде алып, ана мекемеден мына мекемеге барып, солай қағаз басшылықтың орнын алған болатын. Қазіргі таңда мекемеде отырып, кеңседе отырып, үйде отырып, әрбір мемлекеттік қызмет көрсетуде электронды үкімет порталы арқылы өтініш бере алады. Яғни өтініштер біздің өзіміздің заңдылықтарды тіркеу жүйесі бар, соған келіп түседі. Біз сондағы заңдылықтарын, документтің заңдылықтарын қарап, бәрін қарап, дұрыс болған жағдайда біз тіркеу жүзеге асырамыз. Ал дұрыс болмаған жағдайда ол қанша аралықта? Дұрыс болмаған жағдайда біз заңғы баптарын негізге ала отырып, ескертулерді көрсете отырып, кемшіліктерін көрсете отырып, біз бас тарту береміз. Ол бас тарту алғаннан кейін кемшіліктерді жойып, кемшіліктерді орнын толтырып, қайтып бізге өтініш беріледі. Ал сіздің осы жұмыс істеу уақытыңызда, өзіңіз тәжірибеңіз барысыңызда әділет департаментінің қаншалықты алға жылжығанын байқадыңыз? Осында цифрландыруды енгізуден бастап па, әлде қандай тұрғыда? Жоқ, бұл біріншіден жеңілдіктер, көптеген құжаттар, мемлекеттік көрсету көптеген құжаттар басында көп болатын, қазіргі таңда бұл құжаттар көптеген құжаттар, артық құжаттар топтамасы алынып тасталды, құжаттар топтамасы шамалы азайды. Бұл өтініш берушілердің, заңды тұлғалардың қолайлы жағдай болып табылады. Өйткені көптеген құжаттар бұрындар топтама ұсынылатын, айтқан кезде 30-40%-ға құжат топтамасы азайып жақсы болды. Ал жеке тұлғаларға қандай қызметтер сіздердің тараптарыңыздан? Біз жеке тұлғаларға қызмет істемейміз, біз заңды тұлғаларға қызмет істейміз. Заңды тұлғалармен, мысалы, сіздер облыс көлемінде, ал мысалы аудандарда болатын болса, оларда сіздерге осы электрондық, яғни өйткені бұрындары әділет басқармалары бүкіл 16 аудан 4 қалада болатын. Яғни қазір әрбір аудандарда қалаларда әділет органдары жоқ. Яғни қазір Қостанайда бір әділет департаменті ғана, яғни 16 аудан 4 қаланың құжаттары заң тұлғалардың коммерциялық емес. Бәрі бізге көп түседі. Бұл біз жүзеге асырамыз. Бұл жағдайда сіздерде, яғни сіздердің мамандарыңыз жеткілікті ме? Мысалы, көрермендердің арасында сіздерге жұмысқа тұрамын деген адамдар болса, қандай да бір оларға? Жұмысқа тұрамын да өзіміздің бекіткен штат лимиті бар, сол бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Үлгеріп жатырмыз барлығы үлгересіздер. Түсінікті. Ал сіздің мысалы өзіңіз қандай бөлімде жұмыс атқарасыз және ол бөлімнің жұмысы неден тұрады? Енді менің бөлімім Қостанай облысы әділет департаменті коммерциялық емес ұйымдарды тіркеу және тіркеу қызметі саласындағы бақылау бөлімі болып табылады. Яғни біздің сала осы заңды тұлғаларды тіркеуді жүзеге асырамыз. Біздің әлі хабарымыз аяқталған уақыт бар екен. Жалпы осындай сіздердің жұмыстарыңыздағы қандай да бір қиыншылықта, әр жұмыстың өз қиындығы мен жеңілдіктері болады, сондықтан соның арасында қиын деп нені айта кетер едіңіз? Жұмыс барысындағы әрине. Енді қиындықтар кейбір айттық қой, басында тұтыну корпорациядан былтыр қайта тіркеу бойынша заң өзгерістер заң қабылданған болатын. Кейбір тұтыну
корпоративтер бойынша заңға келіспей, мынау дұрыс емес, былай істеу керек деген кейбір арамызда даулы мәселелер болды. Біз соны заң шеңберінде халықтың заң тұлғалары төралары өкілдерінің пікірлерін ескере отырып, біз осындай ұсыныстар енгіздік. Заңды былай келтіру керек, былай өзгеріс енгізу керек деген сияқты ұсыныстар айттық. Сол бойынша көптеген қиындықтар орындарын тауып, өзгерістер шамалы енгізіліп, халықтың пікірі ескеріліп, орындалды. Жалпы сіздердің қызметтеріңізде қаншалықты осы заңды тұлғалардың басшыларымен болсын, немесе сонда қызметшілермен кездесулерді ұйымдастыру жылына неше рет жоспарланған? Түсіндіру жұмыстарын жүргізу? Бізде нақты жоспарланған жоспар жоқ. Қандай да бір заңды тұлғалардың басшылары болсын, заңды тұлғалардың өкілдері болсын, қызметкер ортасында қандай сұрақ туындаған, қандай мәселелер болған жағдайда біз өзіміз алдын ала уақыт белгілеп, солардың басшыларымен, біз өкілдерімен кездесіп, қандай да семинар өткізу ма, дөңгелек өткізу ма, құқық түсіндіру жұмыстар өткізіп әрқашан дайынбыз. Ондайлар ұсыныстар келді, ол ұсыныстар түсті. Солардың ұсыныстарын ескере отырып, соларға бір кездесу жұмыстарын жүргіздік. Оларды түсінбеген сұрақтар, туындаған сұрақтар бойынша нақты жауаптар беріліп, заңды түрде кездесу өткізіп. Абылай Таңатханұлы, тағы да бір сауалым, жалпы мынау әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша қандай да бір яғни бастамалар ма, солар қарастырылып жата ма? Сіздер өздеріңіз қаншалықты оларды қарастырасыздар, бір сөз айтқанда? Яғни айтып өттім, бөлімнің атауы коммерциялық емес ұйымдарды тіркеу қызмет саласында бақылау бөлімі деп. Яғни бұл біздің бөлімге заңды тұлғаларды тіркеу саласы ғана емес, сонымен қатар азаматтық актілерін тіркеу саласы қызметтері. Яғни мана айттым ғой, мемлекеттік апостил қою қызметі, мемлекеттік қызмет көрсету жүзеге асырылады. Яғни азаматтық актілерін тіркеу қызметі бойынша былтыр әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне өзгерістер енгізіліп, бір бап азаматтық актілер бойынша енгізілді. Яғни бұл бап бойынша егер де ерлі зайыптар некеге тұрған жағдайда жасырын түрде бұрын некеде болып, соны жасырып қайта өтініш берген жағдайда осы бойынша әкімшілік іс қозғау туралы бап пайда болды. Яғни былтыр биыл болған жоқ, ағымдағы жылда осы некеге отыру бойынша өтініш берді. Сөйтіп олар өзіміздің базаны тексерген жағдайда бұрындар некеде болған екен. Некеде болды, некеден әлі ажыраспаған. Сол бойынша екі жеке тұлғаға әкімшілік іс қозғалып, 5 айлық есептік көрсеткішті айыппұл салынды. Яғни олар қайтадан некеге тұру жайында сіздерге некеге тұру жайында, бірақ ол некесі бұзылмаған. Некесі бұзылмаған. Жасырын түрде некесі жоқ біліп, осылай өтініш берген. Түсінікті. Әрине, Абылай Таңатханұлы, біріншіден біздің студиямызға келіп осындай маңызды мәнді әңгіме үшін көп рахметімді айтамын. Жұмыстарыңызда тек алдағы уақыттарда тек табыстар тілеймін. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің студия қонағы болған Қостанай облысы әділет департаментінің бас маманы Абылай Таңатханұлы Дәрке болды. Ал мен сіздермен қоштасамын. Саламатта болыңыздар.